Бала бүгінгі сабақты жаңағы бастамас бұрын біз мына тілек шама арқылы бірімізге жақсы лебізімізді, жақсы тілегімізді айта отырамыз. Қазір үйрен аспаның осындай шамдай жарқырап ашық болсын. Жалғастырады ғой, келесі бала. Достың саламды бізге оқы. Жалғастырамыз ағай. Кешіріңіз.
нұсқай болған жоқ. Арниясы, сен сымбат арниясы бола қалшы. Сен арниясы. Тамаша. Так, ал. Нөлөметті бағалаймыз керек. Нөлөмет, Каусар баға береміз. Қара, дәптен бала, қара да қате жоқ бекейін. Тексенді біріне. Мен қара деп қарашы. Жақсы. Ал сен бәрін тексеп қара. Бүте жақсы ал. Ислам, Каусар, дәптен қараңдар ма? Қандай баға қоясыңдар? Ал, сен сондай баға тамаша. Жақсы. Олай болса сұрағымызды әрі жасақтарамыз. Балалар, оқулықта үшін шарты ұмытыр. Солай ма? Бұны қадам жаса әдісі арқылы біз орындаймыз. Қадам жаса әдісі біз алдыңғы сабақтарда қолданып жүрміз. Сонда міне үйшікте буын сөз берген. Осы буындар қосу арқылы біз сөйлем шығаруымыз керек. Буыннан сөзді шығаруымыз керек, сөзден сөйлем шығаруымыз керек. Қане мына қай мысалды кім шығады? Кешігер шығара ғой. Алтындап тұрайық бәріміз. Ертең дұрыс па? Ұқсат біліңіз дұрыс ма? Кешіріңіз. Келесі назар ете ғой. Назар olsun. Назар бағалаймыздардар. Ya. 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 Қызықты әдемі бір киім алып берсе үстіңізге. Сен қуанғаны тамашаны алайсыңдар? Рахмет, тамаша дейсіңдер, иә? Ал енді байқаусыздар, біреудің аяғын басып кетіп немесе дәлізде байқамай біреуді қағып кетсеңдер, не алайсыңдар? Кешіріңіз дейсіңдер, иә? Біреудің затын ұстап салуға бола ма? Жоқ! Бұл алдын ұстап сұрау үшін не алайымыз біздер? Кешіріңіз, сосын Алуға бола ма? Алуға бола, ұқсат сұрау, рұқсат екен. Алуға бола ма екен деп біз сөйлеуге бола ма? Болады. Ұқсатсыз қысым затын алуға болмайды. Не сағалай жүргілі? Міне, ұқсат етіңіз, рахмет, кешіріңіз, мүмкін болса деген сөз. Енді балалар, сөзі бақсы әрісі. Мен сіздерге сөз таратып берген болатынмын. Бұл сөзді буынға бөліп, яғни бір буынды сөз екен, екі буынды сөз екен,
тыңдайын, қадірін айта қойшы. Тұрып айта қойшы. Бір тамаша кел. Оның астына ол кел. Қазір. Айбек. Қандай сөз берді саған? Есік. Бұнға бөл. Бұнға бөле ғой. Екі мұнды сөз. Таңшылған. Неше қандай сөз берді? Айта ғой. Кауза? Yürü. Ya. Burada gel. Ya, kim bak burada da gel. Bunu siz kalkımı gibi verdi. Kauza. Valla biz bir bulunuzuz, iki bulunuzuz bize ajratib, sen sağlıkta olma. Tamamlaşa. Araya tamam жалғастырамыз. Келіп байланыңыз, еркін микрофон әдісі. Бұл сабақтар бізге сабақ көңілі шықты ма, ұнады ма? Біз сабақта не үйрендік, не көрдік? Сымақ айтамын деп тұр, Сымақ. Қандай сұрақ қойып тұр? Тәртіпті бала дейсің. Қандай бала? Тәртіпті бала, ұстали айбыш? Ұстали айбыш, тәртіпті. Тәртіпті бала. Қандай бала? Үлкендердің айтқанын тыңдайды. Кішілерге қамқор болады. Мектепте бұзықты жасамайды. Дұрыс па? Керемет. Бүгін сабақ ұнады. Тәртіпті бала. Не істейді? Речті дейсің? Al. Bunlar. Mesela? Qanday so'z biz qanday so'zlar aytdik? Aytib ko'raman. Ulkenlarga qalay silaydi? Ulkenlarga qanday deymiz? Ulkenlarga qalay silaymiz deydi. Ulkenlarga qalay silaymiz? Qo'ygan, al shu yerga deydi. Ulkenlarga qalay silaymiz? Ulkenlarga siz deb so'raymiz. So'sin, dұрыс па? So'sin. Ulken bizni ko'chaga qo'yib qo'ydingiz-ku sizlar? Salim berdi. Dұрыс. Bitta shart aytadi. Дұрыс. Үлкендердің бояу жолын кесуге болмайды дейді, иә? Жақсы бала. Білесің бе? Рахмет неше айтамыз дейді? Білесің бе? Рахмет бе? Қай неше айтамыз? Бәрден бергенде, бұл кісінде не алдым бізді? Рахмет. Енді, мына жерде алма ағашы бағалаймыз. Менің алдымда әртүрлі алмалар тұр. Сол алмаларды таңдап арқылы біздер сабақты бүгін сабақты бағалаймыз. Никас, кет. Бербет, Кауза, кет. Мына бараққа кеш. Кет, Қанжуға, Айбек. Бағалаймыз.